Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 50-51 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Our town, біздің қала. Exercise number 4, listen, point and repeat, then match. Тыңда, көрсет және қайтала дейді. Содан кейін сәйкестендіріңіз дейді. Бізде жоғары жақта атаулар берілген және де әр суреттің біз атауын табуымыз қажет. Бір деген жазуда бізде butchers, қасапшы. Қасапшы бізде D суретімен сәйкес келеді. Екінші сөз green grocers, көкөніс дүкені. Бұл бізде F суретімен сәйкес келеді. Үшінші бізде bank, A суретімен сәйкес келеді. Төртінші post office. Бұл бізде G суретімен сәйкес келеді, яғни почта. Бесінші hospital, аурухана, бізде C суретімен сәйкес келеді. Алтыншы bakers, наубайшы. Бұл бізде B суретімен сәйкес келеді. Жетінші супермаркет, супермаркет, бізде E суретімен сәйкес келеді. Сегізінші бізде sweet shop, тәтті дүкені. Бұл бізде H суретімен сәйкес келеді. Exercise number 5. Read and match. Оқыңыз және сәйкестендіріңіз дейді. Сіз нанды қайдан аласыз дейді. Енді біз жоғары жақтағы сөйлемді төменгі жақтағы сөйлеммен сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші сөйлемде оқимыз. You can get bread from the bakers. Сіз нанды наубайшыдан аласыз дейді. Екінші сөйлем. You can get candies from the sweet shop. Сіз кәмпитті тәттілер дүкенінен аласыз. You can get apples from the green grocers. Сіз алмаларды көкөніс дүкенінен ала аласыз дейді. You can get meat from the butchers. Сіз етті қасапшыдан ала аласыз дейді. Exercise number 6. Let's play. In 3 minutes say. 3 минуттан кейін айтыңыз. Бірінші тапсырма. Two shops that start with the letter B. B әрпінен басталатын екі дүкенді айтыңыз дейді. Жауап butchers, bakers. Қасапшы, наубайшы. Екіншісі. Two things you can buy at a supermarket. Супермаркеттен сатып алуға болатын екі нәрсені айтыңыз дейді. Екі зат. Milk, ice cream, сүт және балмұздақ. Үшінші, two shops that are near your house. Үйіңізге жақын екі дүкенді атаңыз дейді. Үшінші жауап, sweet shop, тәттілер дүкені және supermarket, супермаркет. Төртінші тапсырма, the name of the place you go to for your birthday cake. Туған күніңізде тортқа баратын жердің атауы қандай дейді. Sweet shop, Madina cake, тәттілер дүкені, Madina cake. Бесінші тапсырма, the name of the place you go to when you are not feeling very well. Өзіңізді нашар сезінген кезде баратын жердің атауы қандай дейді. Hospital, аурухана. Study spot. Суретке қараймыз. Opposite, қарама қарсы. Next to, жанында. Between, арасында. Behind, артта. Where is the bakers? It's next to the bank. Наубайшы қайда орналасқан? Ол банктың қасында орналасқан. Exercise number 7. Look, read and choose. Қараңыз, оқыңыз және де таңдаңыз дейді. Бұл жерде сөйлемдер берілген, біз екі варианттың біреусін таңдауымыз қажет суретке қарап отырып. Бірінші сөйлем. The supermarket is next to the bakers. Супермаркет наубайхананың жанында. Екінші. The butchers is opposite the hospital. Қасапшы ауруханаға қарама қарсы тұр. Үшінші. The green grocers is between the post office and the hospital. Көкөніс дүкені почта мен аурухананың арасында орналасқан. Төртінші сөйлем. The post office is opposite the bakers. Почта наубайханаға қарама қарсы орналасқан. The green grocers is next to the hospital. Көкөніс дүкені аурухананың жанында.
Exercise number 8. Talk with your friend. Досыңызбен сөйлесіңіз. Excuse me, where is the supermarket? Кешіріңіз, супермаркет қайда? It's next to the butcher's. Ол қасапшының жанында. Exercise 9. Page 51. Thinking. Read and label the buildings. Ойлау. Ғимараттарды оқыңыз және де белгіленіз дейді. The butcher's is between the baker's and the post office. Қасапшы почта мен наубайшының арасында. The supermarket is opposite the baker's. Супермаркет наубайханаға қарама-қарсы орналасқан. There is a green grocer's behind the post office. Почтаның артында көкөніс сататын дүкен бар.